деятельности. Физически активность и умственная разноработность, анализ взаимодействия. Физически воспитанияда айырмашылыктар бар экен. Айырмашылыктар бар экен. Именно физикалык. Мысалы, сіз мысалы өзінің университетінде жұмыс жасаған кезде, ол жақта мен именно образование аз қолданыңдар деген шарттарды көздедім. Сол бойынша дұрыс адамның дұрыс сауатты өмір салтын дұрыс қалыптастыру бағыты бойынша. Педагогические аспекты развития музыкально-драматического театра в Китае и Кыргызстане в контексте инициативы «Один пояс, один путь» бұл жерден себептегенде өзіңіздер айтқандай, сол жерде болғанда айтқансыздар, педагогика бағытына оқшыш болғапты, педагогика деген еш нәрсе жоқ болып қалыпты. Ошондой болгон биз педагогический аспекты деп